Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қанша ракағат тахаджуд намазын оқыды? Кім біледі, жігіттер? Бізде 8 деп айтылады. Пайғамбар салсам 8 ракағат тахаджуд намазын оқыды дейді. 2 ракағатын, бастапқы 2 ракағатын тезірек оқитын дейді. Бірден ұйқыдан тұрған кезде ұйқыдан тез сауығып кету үшін да тезірек оқитын дейді. Асықпай тұрып оқса қайттан ұйқысы келіп қалады деп қорқатындығын дейді. Ортаңғы 4 ракағатын сауығып, асықпай оқитын дейді. Соңғы екеуін қайттан тезірек оқитын дейді. Аны ғалымдар қай жерін қайлай оқитынын айтып қойған ғой. Енді біреу бүйтсе, енді біреу бүйтіп істесе, мен жаңағындай тақуалық қылғым келеді. Менің ұстазым айтқан маған 100 ракағат тахаджуд оқысын десе, оның сауабы көбірек бола ма 8-ден? Жоқ. Неге білесіз бе? Өйткені осы жерде қағида бар. Әл-иттиба хайрун минал ибтида дейді. Еру ойдан шығарылған нәрседен әлдеқайда артық. Егер де біреу айтса, пайғамбар 8 ракағат тахаджуд оқыды, мен 100 ракағат оқып, одан артық сауап алам десе, ол адасты. Өйткені пайғамбардан артық жол таптым деп ойлауға болмайды. Пайғамбардың жолынан артық жол жоқ.